Алып қашу құрбаны. Екінші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Әй оқымысты, кітап сенің не теңің? Оқимын деп армандама. Саған берер көк тиыным да жоқ. Бар кет қораның боғын ал, бұзауға жем шөбін бер, деп қарғыстың астына алатын еді. Көздері жасқа толып, тамағына ащы өксік тірелген Гүлжан қолына күрегін ұстап, қораның жұмысына кірісіп те кететін. Үстіндегі лас киімінің жеңдерімен қайта-қайта көз жасын сүртсе де тыйылар емес. Қорадағы жұмысы кешке дейін әзер бітетін еді. Шаршап, сілесі қатса да, бәрі ұйқыға кеткенде темекі тұтандырғыштың зажигалканың жарығы болатын. Сол жарықтың көмегімен сабақтың қалғанын оқиды. Сабаққа барғанда қоңырауда немесе дене шынықтыру пәнінен сұранып, бірыңғай сабақтарын оқыды. Мектепті үздік бітірген Гүлжанды сынып жетекшісі өз қалтасынан ақша шығарып, қасына ертіп жүріп, Алматыға оқуға түсірді. Сол кездегі Гүлжанның қуанышын көрсеңіз, ұстазына қайта-қайта алғысын жаудырып, құшақтап көз жасын тыяр емес. Іштей шіркін, ұстазымның орнында анам болғанда ғой. Ұстазы өте мейірімді жан, әрі Гүлжанның біліміне шектеу қойған анасының да жағдайын білетін. Сол себепті үйіндегі ата-енесі мен күйеуімен де сөзге келген ұстазы Гүлжан үшін Алматыға келді. Оқушысының оқымай қалса, өзіне қол жұмсайтынын іштей жүрегі сезетін еді. Гүлжан жатақханасына жайғасып, көңілі бірленсе де, анасының былапыт сөзі есінен кетер емес. Гүлжан кетіп бара жатқанда анасы кітабыңды кеміріп жата бер, ертең-ақ сораң ағып алдыма келсең, өз қолыммен өлтіремін. Сен сияқтылардың талайы етегі түріліп келіп жатыр, айтпады деме, деді. Қызына ақжол тілеудің орнына былапыт сөздерімен, көңіліне тиетін сөздерімен шығарып салды. Оқуында жақсы оқыған Гүлжан белсенді болды. Жігіттер жағы сөз салса, қорқақ қояндай мүлдем араласпай қоятын. Анасының етегің түріліп, егіліп келесің деген сөзі есіне түссе, жігіттермен араласудан қорқатын еді. Бағдат есімді группаласына сырттай ғашық, бірақ сезімін білдірмек түгілі қатты қорқады. Ол жігіттің Гүлжанда мүлдем сезімі жоқ. Байғұс қыз жауапсыз махаббаттың шырғалаңында жүргені болмаса, Бағдаттың иіс-суының сезген бойда Гүлжан өзін бақытты ұстайтын. Іштей өртенсе де, сол лаулаған сезіміне көніп жүре берді. Солай жүргенде 3 жылда зулап өте шықты. Ауылға барғысы келмейтін, бірақ бауырларын қатты сағынған Гүлжан ауылға баруға бел буды. Бір жағынан 3 ай демалыста жалдаған пәтерде қасындағы қыздардың бәрі қайтамыз дегесін жалғыз қалуға қорықты. Ұзақ жолда ойында тек Бағдат ғана бар. Гүлжан ауылға қалай жеткенін де байқамай қалды. Сол жігіттің бет бейнесі, жүріс-тұрысы, тіпті иіс-суына дейін жақсы көретін қыз әлден сағынып, жүрегінде, жүзінде мұң бар. Үйге кіргенде бауырлары жүгіріп, әпкелеп қуанып жатты. Әкесі де айналып, неге бұрын келмедің, сағындық қой деп көзіне жас алды.
анасы болса, бізді ұмытып қалған шығарсың, келгеніңді айтсайшы, деп мысқылдай сөйледі. жалғасы бар.